Қазақтың ұлттық ұғымында жас саны мүшелден есептеледі. Халық даналығында осы қағида шын мәнінде тапқырлық санақ есебі екенін әркімдер, тіпті ғалымның өзі де мойындайды. Бұл тәсіл өткен жылдарды есептеуге де, адам жасын анықтауға да өте ыңғайлы әрі бірден-бір оңай есептік жүйе. Мүшелдің алғашқысы 13 жастан бастап, кейін әр мүшел сайын 12 жылдан қосып отырады. Сонда 2 мүшел 25, 3 мүшел 37, 4 мүшел 49 және одан әрі осылайша есептеле береді. Бұрынғы кісілер жасын айтқанда 5 мүшелден 2 жыл астым, 63 жас, 7 мүшелге толдым, 85 жас дейді. Мүшелдің 12 жылдан қайрылуының өзі адам өмірінің елеулі кезеңіне сәйкес келеді. Мысалы, бір мүшел 13 балалық, 2 мүшел 25 күш қуаттың толысуы, 3 мүшел 37 жан жақты толысу, 4 мүшел 49-61 кемелдену және одан әрі қарттық дәуірге сәйкес келеді. Халық ұғымында әр мүшел адам өміріне қауіпті жыл деп саналып, мүшел жасында жаңа киімін біреуге беріп, жаратушыдан саулық тілейді, Құдайы таратады. Бұл жасында әр адам сақтанып жүреді, алыс, ауыр сапарларға шықпайды, ауа райының қолайсыз кезеңдерінде абайлап жүреді. Қазақтардың мұндай сақтануы негізсіз де емес, өйткені адам ағзасында әр 12 жылда үлкен өзгерістер болып тұрады. Ертедегі шығыстық ғылым осыны анықтаған.